саламатсыздар ме, құрметті оқушылар? Видео сабақ бойынша нұсқаулық. Бүгінгі сабақтың жоспарымен танысайық. Өткенді еске түсіру, жаңа сабақ, есептер шығару, өздік жұмысы. Өткенді еске түсіру үшін келесі ауызша сұраққа жауап берейік. Төртбұрыш дегеніміз не? Үшеуі бір тізуде жатпайтын төрт нүктені тізбектей кесінділермен қосқанда пайда болған фигураны айтады. Яғни оған мысалдар келтіріп кетейік. Келесі сұрақ. Шеңбер дегеніміз не? Бір нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелер жиыны. Оның сызбасы келесі түрде. Дәптерлеріңізді ашыңыздар. Бүгінгі күнді жазайық. Бүгінгі жаңа тақырып шеңберге іштей сызылған төртбұрыштар. Кітаптың 137-ші беті. Бүгінгі сабақтың мақсаты шеңберге іштей сызылған төртбұрыш сызбасымен танысамыз және оның қасиетін қарастырамыз. Бұл қасиетін есептер шығаруда пайдаланамыз. Анықтамасын қарастырайық. Барлық төбелері шеңбердің бойында жататын төртбұрышты шеңберге іштей сызылған деп атайды. Сызбасын қарастырайық. Шеңбердің бойынан төрт нүкте белгілейік. Осы төрт нүктені тізбектей кесінділермен қоссақ, бізде шеңберге іштей сызылған төртбұрыш пайда болады. Дәптерге сызып алыңыздар. Қасиетін қарастырып кетейік. Егер төртбұрыш шеңберге іштей сызылса, онда оның қарама-қарсы бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Осы теореманы сызба түрінде көрейік. Яғни тағы да бізге шеңбер қажет. Шеңбердің бойынан төрт нүкте белгілейміз. Төртбұрыш сызамыз. Әр төбенің атын берейік. А, Б, С, Д болсын. Енді теореманың қысқаша жазылуын қарастырайық. А бұрышы, А бұрышына қарама-қарсы С бұрышы жатыр. Сондықтан да теорема бойынша бұрыш А қосу бұрыш С тең 180 градус. Келесі Б бұрышы. Б бұрышына қарама-қарсы бұрыш Д бұрышы. Яғни олардың да қосындысы 180 градусқа тең болуы қажет. Осы екі теңдіктен біз қарама-қарсы бұрыштардың қосындысы тең екенін байқаймыз. Яғни бұрыш А қосу бұрыш С тең болады. Бұрыш Б қосу бұрыш Д. Бұл теореманың дәлелденуін оқулықтан қараймыз. Теореманы мысал түрінде қарастырайық. Оқулықтың 315-ші есебі А пункті. Ретімен алынған бұрыштарының қатынасы 2, 2, 3, 3 қатынасындай болатын. Төрт бұрышқа сырттай шеңбер сызуға бола ма? Дәптерге сызбасын сызайық. Төрт нүкте
белгілейміз. 4 кесіндімен қосайық, 4 бұрыш пайда болады. Төбелерінен өтетін шеңбер сызайық. Сол кезде сырттай сызылған шеңбер пайда болады. Шешуі. Қатынаста сандардың қасына x-терді тіркеп алайық. Бізде бірінші бұрыш осы болсын. Осы бұрыштан бастап сағат тілі бағытымен бұрыштарды белгілеп шығайық. Алдымен 2x осы бұрышқа сәйкес. Келесі 2x бұрышқа сәйкес. 3x және соңғы 3x соңғы бұрышқа сәйкес келеді. Теорема бойынша қарама-қарсы бұрыштардың қосындысы тең болу керек. Сондықтан 2x қосу 3x және де келесі қарама-қарсы бұрыштарда 2x, 3x болғандықтан олардың қосындысын көрсетейік. Егер осы теңдік тура шықса, онда сырттай шеңбер сызуға болады деген сөз. Тексерейік. 5x тең 5x. Жауабы болады. Келесі кезең өздік жұмысы. Дәптермен жұмыс номер 315 кітаптан және номер 316 А пункті. Осымен видео сабағымыз аяқталды.